Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Learning Apps бағдарламасында басқа аккаунттардың жасаған тапсырмаларын өзімізге қалай сақтап алу қажет екендігін көрсететін боламын. Ең алдымен Learning Apps бағдарламасына кіріп алуымыз қажет. Егер де сіз тіркелмесеңіз, менің каналымда Learning Apps бағдарламасына қалай тіркелген туралы видео көрсетілген. Соны көрсеңіз болады. Learning Apps бағдарламасына кіргеннен кейін все упражненияны бассаңыздар, осындай категориялар шығады. Енді осы категориялардың ішінен сіз өзіңізге керектіні таңдап аласыз. Енді жасап көрейік, мен категориялардың ішінен английский язык дегенді таңдадым. Английский язык деген батырманы басқаннан кейін бізге неше түрлі сабақтар шығады. Бұл жерде яғни класс таңдауға болады, немесе кез келген тақырыпта жазылған сабақтарды ашып көрсек болады. Және де сіз медиа деген кнопканы баса отырып, тапсырманың сурет арқылы, немесе аудио арқылы, немесе видео арқылы керек екендігін таңдасаңыз болады. Сізге через изображение, через аудио, через видео қайсы керек болса, соны басасыздар. Және де төменге қарай түссеңіздер, тек қайсын таңдадыңыздар, сондай тапсырмалар шығады. Енді осы тақырыптардың ішінен кез келген тақырыпты таңдаймыз. Мен Present Simple тақырыбын бастым. Загрузка болып, біздің тапсырмамыз ашылды. Медианы басқан кезде біз через видео деп таңдаған болатынбыз. Бізге видео сабақ тапсырмасы келді. Бізге тапсырма берілген. Посмотри видео и вставь пропущенные слова в правильной форме Present Simple. Төмен қарай түссеңіздер, бос орындар тұр, соны толтыруымыз қажет. Оны қалай толтырамыз? Яғни оны видео көре отырып толтыратын боламыз. I like dogs. I don't like cats. Jack gets up early on Mondays. Бір минут мен сіздерге қысқаша айналдырып шықтым. He doesn't get up early on. Not have lunch at 3. The go to school. Видеоны көріп болғаннан кейін төмен түсіп, біз тапсырманы орындайтын боламыз. Байқап қарасаңыздар, бос орындарды басқан кезде өзі жауабы тұрады, яғни біреусі дұрыс емес. Бұл яғни подсказка деп аталады. Оқушылар тапсырманы орындаған кезде қиналып қалмас үшін 3 ответті немесе 2 ответтің біреусін ғана таңдайды. Енді барлық тапсырмалардың жауабын белгілеп көрейік. Барлық жауаптарды белгілеп болғаннан кейін, оң жақ бұрышта төменгі жақта көк пен белінген птичканы басамыз. Бұл птичка яғни тексеру деген мағынаны білдіреді. Егер осы тапсырма сіздерге ұнап, осы тапсырманы өздеріңіздің сабақтарыңызда қолданамын десеңіздер, төменге қарай түссеңіздер, оң жақ бұрышта төменгі жақта сохранить в моих упражнениях деген кнопка тұрады. Соны басамыз. Егер сол кнопканы бассаңыздар, осы тапсырма сіздің мои упражнения деген папкаңызда тұрады. Осы тапсырманы кез келген уақытта іздеп отырмайсыз, мои упражнения дегенге бассаңыз, шығып тұратын болады. Мои упражненияда сіздер өздеріңіз құрастырған тапсырмалар және де басқа аккаунттардан сақтап алған тапсырмалар көрсетіліп тұрады. Осындай қара значокпен белгіленіп тұрған тапсырмалар, бұл яғни сіздің сақтап алған тапсырмаларыңыз. Жаңа сіздермен сақтап алған тапсырмамыз мені төменде тұр. Present Simple Game деп аталады. Оның үстін бассаңыздар, мені біздің тапсырмамыз ашылды. Бұл тапсырманы кез келген уақытта іздеп отырмайсыздар, мои упражненияны басып, тапсырманы орындай бересіздер. Бүгінгі сабақта сіздермен Learning Apps бағдарламасында басқа аккаунттардың жасаған тапсырмаларын өздеріңізге қалай сақтап алу қажет екендігін үйрендік. Келесі сабақта өздеріңіз жеке тапсырма жасауды үйренесіздер. Менің каналыма тіркеліп,
лайк басуды ұмытпаңыздар.